мен орналасқан бөлме 4 жұлдызды деп көрсетілді, бірақ қаншалықты 4 жұлдызды екенін енді мен бағасын бере алмаймын. Өздеріңіз көріңіздер. Осындай бөлмелерден тұрады. Узкий. Бір ұйықтағым келіп жатыр енді. Мынау біздің бөлме 501. Мынау ваннасы, туалеті, 4 жұлдызға коврик, таза шашық, фен. Мынау бізде кладовка болу керек. Кладовка. Сейф жоқ екен. Яқта прайстары. Осылай. Так. Монитор. Телевизор. Samsung корейский. Үндістанның өзінің несі телевизорлер шығатын еді, білмедім. Мынау көше негізгі, Аграның негізгі көшесі мынау. Ең орталық көшесі осы болып табылады. Қарапайым, уютно, ұнады. Өз бағасына тұрарлықтай. Мен бұған 4000 рупий бердім. Бізбен санағанда 20 000 теңге. 20 000 теңгеге завтрак кіреді. Сонымен бастысы ұйқым тыныш болады қазір. Су бар. Бастысы су бар. Шайын көрейікші, ассам, может, ұнайды. Көріп отырғандар бұл отель Делиде орналасқан. Делидің сырт жағында орналасқан. 3 жұлдызды отель. Парковкасы көрінбейді. Басқа отельдермен салыстырғанда сәл тыныштау. Бағасы 2,5 рупий. Бұл бағаға таңғы ас кіреді. Сонымен бір бөлмелі қарапайым бөлме. Үндістан отельдердің бір ерекшелігі көбінесе жоғары жағында осындай вентилятор орналасады. Балконы бар, бірақ балконы көбінесе құлыптаулы болады.